Армысыз қазақ елі. Келіп жеткен Наурыз мерекесі қазақтың жаңа жылы баршаңызға құтты болсын. Осы мерекеге орай 7 тағам челленджін Сашамар Тынчиктен қабыл алдым. Сіздерге бүгін қазақтың ұлттық тағамы құртты дайындаудың әдіс тәсілдерін көрсететін боламын. Менің алдымда тұздалған қатық, яғни дәміне қарай тұзын қосасыздар. Қатық дегеніміз піскен сиырдың сүтін ұйытып, сары суынан ажыратып сүзілетін сөзбен айтамыз. Және үйдің қаймағы. Менің алдымдағы қатықта майлылық аз болғандықтан қаймақ қостым. Мамам солай жасайтын. Осы дайын болған қатықтан әртүрлі пішіндегі құрттар дайындайтын боламыз. Қатықтармен тағы бір ұлттық тағамымыздың түрі, яғни сусын деп айтсақ болатын шығар, шалатты дайындайтын боламыз. Яғни қалған қатықты ыдысқа саламыз. Осының үстіне салқын су құясыздар. Міндетті түрде салқын су болу керек. Кел ағылар, ішіп көресің бе? Мә. Іше ғой. Негізі ұнаған сәт болған. Болды осымен біздің тағамдарымыз дайын. Асы болсын. Жасап көріңіздер деймін бе? Өзімнің інімме ұсынып көрейін. Ержат шөлдеп кеткен екен ғой негізінде. Дәмді болды. Рахмет.